Саламатсыздар ма, құрметті Эко мамасының көрермендері? Менің каналыма қош келдіңіздер. Тіркеліп қойып ұмытпаңыздар. Сіздің қолдауларыңыз өте маңызды. Яғни жылы суға біз дрожжымызды салып аламыз, тұзымызды, песогымызды және сұйық майымызды құямыз. Және ұнымызды салып, үстіне сода саламыз. Ұн салғаннан кейін сода саламыз, ұмытпаңыздар. Онымен бірге араластырып жібереміз. Өте жақсы қамыр болып шығады, себебі бұл қамырға мен нанды да саламын, беляши деп пісіремін, пирожки деп пісіремін, сосиски в тесте пісіріп жатырмын. Өте керемет қамыр, ешқандай қоспа жоқ, ішінде көріп тұрғандарыңыздай күшті болып шығады, жұмсақ болып шығады. Менде осындай сосиски 10 штук. Мен 10 штуктан пісіремін күнде балаларыма осылай пісіріп тұрамын. Жақсылап әдемілеп жайып аламыз, жұқартып жібермейміз. Әдемілеп барлығын кесіп аламыз. Дайлап шетінен бастап орап қоя береміз. Себебі деген мында деген өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қалай орасаңыз да өруге де болады, орауға да болады. Барлығы жақсы болып шығады. Самое главное, тесто вообще күшті шығады. Жасап болғаннан кейін осылай жұмыртқа жағып шығамыз. Жағуға да болады, жақпауға да болады. Яғни үйдің жұмыртқасы болғасын қараңыздар, сап-сары әдемі болып тұр. Иісі енді керемет, дайын болды. Ас болсын, сіздер жасап көріңіздер. Рахмет, қолдау көрсетіп қойыңыздар.